Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмегі оқырмандары. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сіздермен бірге Самат Ахмет. Естеріңізде болса, көреміз бағдарламасына екі беловодтың жігіті шығып, Самат Ахмет бізден ақша алып, оңтүстік Корея еліне кіргізген жоқ, бізді алдап кетті, алаяқтық жасады деп әлеуметтік желіде көреміз бағдарламасында шоу жасап, халықтың ортасында қоғамдық резонанс тудырған болатын. Біз бұл азаматтардан ақша алғандығымызды және ол ақшаны тікелей Визю Корея компаниясына аударғанымызды және біздің өзіміз кәріс азаматына алданып қалып, оңтүстік Кореяның Чонан қалалық полиция басқармасында арыз жазып, ол арыз әлі күнге дейін тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқандығын бүгін біз ресми Төле би аудандық сотына ұсындық. Сотқа ол екі бала келген жоқ, заңгері онлайн қатысты. Жеңіс біздікі болды. Бізді қолдап, қорғап жүретін, біз үшін дұғада болатын Корея көмектің оқырмандары, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Сіздермен бірге Самат Ахмет.